Бүгін біз экономика туралы бейне циклімізді бастаймыз. Әдетте адамдар экономика деген сөзді естіген кезде өздерінің көздерінің алдарына қор биржаларын, банктерді, доллардың өсуін, немесе мұнайдың бағасын және тағы күрделі графиктерді елестетеді. Бірақ шын мәнінде экономика осылардың ешқайсынан да басталмайды. Экономика бір ғана қарапайым сұрақтан басталады, және ол сұрақ адамдар өздерінің шектеулі ресурстарын пайдалана отырып, шексіз қажеттіліктерін қалай қанағаттандырады. Осы сұрақтың жауабын адамдар мыңдаған жылдар бойы іздеп келеді. Жалпы экономика деген сөз бізге ежелгі грекиядан келген. Ол мынандай екі сөзден тұрады. Ойкос ол үй шаруашылық, және де екінші сөз ол номос, заң басқару, яғни үй шаруашылықты басқару. Алайда бүгінгі таңда экономика үй шаруашылығы ғана емес. Экономика адамдардың, кәсіпорындардың және мемлекеттердің шектеулі ресурстар жағдайында тауарлар мен қызметтерді қалай өндіретінін, бөлетінін, айырбастайтынын және тұтынатынын зерттейтін ғылым. Бұл анықтама күрделі болып көрінсе, сізге қарапайым мысал келтіріп көрейін. Көз алдарыңызға елсіз аралды елестетіп көріңіз. Және де сол аралда жалғыз бір ғана адам өмір сүреді деп ойлайық. Сол адамға өзіне баспана салу керек, киімді жасау керек, тамақты табу керек, және де ішетін суды іздеу керек. Бұның бәрін ол бір күнде жасай алмайды. Себебі уақыты да жоқ, күші де жоқ, және де қолындағы ресурстар шектеулі. Демек, жер бетінде жалғыз ғана адам қалса да, соның алдында экономикалық сұрақтар туындайды. Ал енді шағын ауылды елестетіп көрейік. Егер сол ауылда біреу егін ексе, екіншісі баспана салса, үшіншісі тамақ әзірлесе, ал төртіншісі жөндеу жұмыстарымен айналысса, онда экономика күрделене түседі. Міне, дәл осы сәттен бастап экономика бір адам мәселесі емес, адамдар арасындағы қарым-қатынас жүйесіне айналады. Қоғам өскен сайын экономика да өседі. Қалалар құрылады, мемлекеттер пайда болады, зауыттар салынады, темір жолдар тартылды, банктер пайда болды, және халықаралық сауда дамыды. Осындай ауқымды ынтымақтастықтың пайда болуына экономика жағдай жасайды. Бірақ бір маңызды нәрсені есте сақтап алыңыздар. Экономика тек ақша туралы ғана ғылым емес. Егерде ақша ертең мүлдем жоғалса, адамдар бәрібір де өздеріне азық өндіру, үй салу, электр энергиясын өндіру, киім тігу және осының бәрін қоғам арасында бөлуге қажет болады. Ақша экономиканың өзі емес, ол экономиканың көптеген құралдарының бірі ғана. Ал енді бейне цикліміздегі келесі сұраққа көшейік. Ол сұрақ: егер адамның қажеттіліктері шексіз болса, неге біз қалағанымыздың бәріне бірдей қол жеткізе алмаймыз? Осы сұраққа жауап қарапайым. Және де ол сұрақтың жауабы біздің бейне цикліміздің келесі бөлімінде қарастырамыз. Ол бөлімнің атауы ресурстардың шектеулігі. Экономикадағы ең маңызды ұғымдардың бірі дәл осы ресурстардың шектеулігі. Адамның қалауы шексіз болуы мүмкін. Біз үлкен үйде тұрғымыз келеді, жақсы көлік мінгіміз келеді, дәмді тамақ жегіміз келеді және саяхаттағымыз келеді. Бірақ бұның бәрі бір мезетте жүзеге асыру мүмкін емес. Оның жауабы ресурстар шексіз емес. Ал жалпы ресурс дегеніміз не? Ресурс дегеніміз ол адамдардың тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін пайдаланатын барлық мүмкіндіктері. Оның ішіне табиғи байлықтар, пайдалы қазбалар, су, еңбек күші, білім және де ең бастысы уақыт кіреді. Уақыт та ресурс. Оны көбейту мүмкін емес. Мемлекеттерде дәл осындай жағдайға тап болады. Мысалы, Қазақстанның мұнай қоры шектеулі, тұщы су қоры да шектеулі, құнарлы жерлерде белгілі бір мөлшерде. Тіпті ең бай мемлекеттерде өздерінің бүкіл мәселелерді шешуге жететін қаржысы болмайды. Сондықтан әрбір қоғам таңдау жасауға мәжбүр. Жаңа мектеп салу керек пе, әлде аурухананы ма? Жолдарды жөндеу керек пе, әлде жаңа электр станциясын салған дұрыс болатын шығар? Барлық жобаны бір мезетте жүзеге асыру мүмкін емес. Себебі ресурс шексіз емес. Бір нәрсені таңдасақ, екінші нәрседен бас тартуға тура келеді.
Бұл тек мемлекеттерге емес, адамдарға да қатысты. Бір адам егінші, әрі ұстаз, әрі дәрігер, әрі құрылысшы бола алмайды. Осыдан адамзат тарихындағы ең маңызды өзгерістердің бірі пайда болды. Ол еңбек бөлінісі. Алдыңғы бөлімде біз адамның қажеттілігі шексіз, ал ресурсы шектеулі екенін түсіндік. Бірақ бұл келесі сұрақ қалып келеді. Егер адамға соншама нәрсе қажет болса, ол неге бәрін өзі өндірмейді? Оның жауабы қарапайым. Бір адамның барлық жұмысты бірдей жақсы атқаруы мүмкін емес. Ежелде адамдар көптеген нәрсені өздері жасауға тырысты, бірақ қоғам өскен сайын мұндай өмір салты тиімсіз бола бастады. Біреулері аңшылықпен, екіншілері мал шаруашылық, үшіншілері егіншілікпен. Бұл қарапайым өзгеріс адамзат тарихындағы ең маңызды жаңалықтардың біріне айналды. Себебі мамандану өнімділікті бірнеше есе рет арттырды. Мысалы, етік тігуді жақсы меңгерген шебер күн сайын ондаған жұп аяқ киімді жасайды. Егер сол шебер егін егіп, үй салып, аң аулап, киім тігіп жүрсе, оның ешқайсысын жоғары деңгейде орындай алмайды. Дәл осының 18 ғасырда экономист Адам Смит өз еңбектеріне кеңінен түсіндірген. Ол мысалға түйреуіш жасайтын зауытты келтіреді. Бір адам түйреуішті ұзақ жасайды. Сондықтан түйреуіш жасауды кезеңдерге бөліп, әр кезеңге адамды қою керек. Алайда мұнда жаңа мәселе пайда болады. Егер бір адам тек аяқ киім өндірсе, ал екіншісі тек бидай өндірсе, олар өздерінің басқа қажеттіліктерін қалай өтейді? Етікшіге азық-түлік керек, диқанға аяқ киім керек, ұстаға киім керек, ал тігіншіге құрал-сайман қажет. Осындай жағдайда адамдар бір-бірімен өз өнімдерін айырбастай бастады. Осылайша адамзат тарихында жаңа кезең пайда болды. Ол айырбас. Алдыңғы бөлімде біз еңбек бөлінісі туралы айттық. Адамдар өздері жақсы істейтін іске мамандана бастады. Бірақ мұнда бір мәселе туындады. Ол мәселе мынандай. Егер етікші тек аяқ киім өндірсе, ол тамақты қайдан алады? Оның жауабы қарапайым. Адамдар өзара өнім айырбастай бастады. Экономика тарихында бұл кезеңді бартер, тікелей айырбас деп атайды. Бартер кезінде адамдар ақшасыз сауда жасаған. Бірақ уақыт өте келе бартердің кемшіліктері байқала бастады. Ең басты мәселе екі адамның қажеттілігі бір уақытта сәйкес келуі керек еді. Тағы бір мәселе болды. Кейбір тауарларды бөліп сатуға мүмкін емес. Мысалы, сізде бір ғана сиыр бар болса, сіз оны екіге бөле алмайсыз. Үшінші мәселе, кейбір тауарлар ұзақ сақталмайды. Мысалы, ет бұзылады. Оның уақыт мерзімі бар. Адамзатқа барлық адам қабылдайтын ортақ айырбас құралы қажет болды. Осылайша ақша пайда болды. Әр халық ақша ретінде әртүрлі нәрсені пайдаланды. Бірақ адамдар металдардың ыңғайлы екенін түсінді. Бірақ сосын сауда көлемі ұлғайған сайын металды ұстау қиындай түсті. Солай қағаз ақша пайда болды. Ал бүгін біз тіпті қағаз ақшаны да сирек қолданамыз. Яғни ақшаның өзі өзгергенімен, оның негізгі қызметі өзгерген жоқ. Экономикада ақшаның үш негізгі қызметі бар. Біріншісі айырбас құралы. Ақша адамдарға тауарлар мен қызметтерді оңай сатып алуға мүмкіндік береді. Екіншісі құн өлшемі. Мысалы, бір бөлке нанның бағасы 300 теңге, ал смартфонның бағасы 300 мың теңге екенін ақша арқылы салыстыра аламыз. Үшіншісі жинақтау құралы. Адамдар бүгін тапқан табысын болашаққа сақтай алады. Ақшаның пайда болуы адамзат өркениетінің дамуын бірнеше есе жеделдетті. Бірақ сауда көлемі ұлғайған сайын тағы бір жаңа сұрақ туындады. Адамдар тек өз тауарларын ғана емес, жерді, үйлерді, малды, шеберханаларды да иелене бастады. Бірақ бір нәрсе шынымен кімге тиесілі екенін қалай анықтауға болады? Осылайша экономикада тағы да бір маңызды ұғымдардың бірі қалыптасты. Ол ұғым жекеменшік. Экономика дамыған сайын тағы бір маңызды сұрақ туындады. Бұл жер кімдікі, бұл үй кімдікі, бұл мал кімдікі, ал бұл шеберхана кімге тиесілі? Ежелгі адам қауымдарында көптеген ресурстар ортақ болды. Мысалы, аңшылық алқаптары, өзендер, жайылымдар бүкіл қауымға тиесілі болды. Бірақ шамамен 12 жыл бұрын жағдай өзгере бастады. Адамдар егіншілікпен айналысып, бір жерде тұрақты өмір сүре бастады. Егін егу үшін жер қажет болды. Адамдар өз еңбегімен жерді өңдеп, арық қазып бақ отырғызды. Енді олар өз еңбегінің нәтижесін қорғағысы келді. Осылайша жекеменшік біртіндеп қалыптаса бастады. Әрине, бұл процесс әлемнің барлық жерінде бірдей болған жоқ. Кейбір қоғамда жеке адамдарда жер болды, ал кейбіреуінде мемлекетте.
Дегенмен, уақыт өте келе көптеген елдерде жекеменшік құқығы заңмен қорғала бастады. Неліктен бұл соншалықты маңызды болды деп ойласаңыз, мен сізге айтайын. Сіз елестетіп көріңіз. Бірнеше жыл бойы еңбек етіп үлкен бақ отырғыздыңыз. Жеміс ағаштарын өсірдіңіз, суару жүйесін жасадыңыз. Бірақ ертең кез келген адам келіп, бұл енді менікі деп тартып алса, сіз осынша еңбекті жұмсар ма едіңіз? Әрине жоқ. Дәл осы себептен жеке меншік адамдарға болашаққа инвестиция жасауға ынталандырады. Олар үй салады, кәсіп ашады, жаңа технология ойлап табады. Өйткені олардың еңбегі заңмен қорғалатынына сенімі бар. Бірақ жеке меншік тек құқық қана емес, ол жауапкершілікті де білдіреді. Егер үй сіздікі болса, оны жөндеуді сіздің міндетіңіз. Егер кәсіп сіздікі болса, оның тәуекелін де өзіңіз көтересіз. Яғни жеке меншік құқық пен жауапкершілікті қатар алып жүреді. Бүгінгі таңда жеке меншік ұғымы бұрынғыдан әлдеқайда кеңейді. Бұл тек жер немесе үй ғана емес. Бұл көлік, зауыт, компания, компьютерлік бағдарлама, кітап, музыкалық шығарма, тіпті жаңа технологияға берілетін патент те жеке меншік болып саналады. Алайда жеке меншіктің өзі жеткіліксіз еді. Адамдар өз мүлкін сатып алып бір-бірімен бәсекелесе алатын жүйе қажет болды. Ондай жүйе нарық деп аталады. Нарық дегеніміз адамдар мен кәсіпорындардың тауарлар мен қызметтерді еркін сатып алып, еркін сататын экономикалық жүйесі. Бұрын нарық белгілі бір алаң немесе базар болатын, бірақ бүгін нарық ұғымы әлде қайда кең. Интернет дүкенде нарық, қор биржасы да нарық. Тіпті сіз смартфоннан бір нәрсе сатып алсаңыз, сіз де нарықтың қатысушы болып саналасыз. Енді нарықтағы ең маңызды ұғымдардың біріне тоқталайық. Ол сұраныс пен ұсыныс. Сұраныс адамдардың белгілі бір тауарды сатып алуға деген қалауы және мүмкіндігі. Ал ұсыныс өндірушілердің сол тауарды сатуға шығарған көлемі. Баға осы екі күштің өзара әрекеттесуінен қалыптасады. Мысалы, адамдар жыл сайын 1000 алма сатып алады дейік. Алайда бір жылы алма аз шықты. Мысалы 500. Демек, сұраныс өзгермеді, ал ұсыныс өзгерді. Осындай жағдай алманы сатушыларға алманың бағасын көтеруге мәжбүрлейді. Ал егер керісінше алма аз емес, көп шықса, мысалы 1500, ал сұраныс сол 1000 болып қалса, сонда алма сатушылар алманың бағасын түсіруге мәжбүр болады. Осылайша нарық баға арқылы адамдарға ақпарат береді. Жоғары баға өндірушілерге бұл тауарға сұраныс жоғары, көбірек өндіріңдер деген белгі береді. Ал төмен баға бұл тауар жеткілікті немесе оған сұраныс азайды деген белгі береді. Нарықтағы тағы да бір маңызды құбылыс ол бәсеке. Мысалға, бір қаланы қарастырып көрейік. Және де сол қаланың ішінде мысалы 4 наубайхана істейді деп ойлайық. Сол төртеуінің арасында бәсеке бар. Және де әрқайсысы бәсекені ұтылып қалмау үшін біреуі мысалы нанның бағасын төмендетеді. Ал екіншісі сапаны жақсартады. Үшіншісі қызмет көрсетуін арттырады. Ал төртіншісі жаңа өнім ойлап шығарады. Осылайша нарықтағы бәсеке сатушыларды дамуға итермелейді. Бірақ та нарық әрқашан жақсы жұмыс істей бермейді. Кейде бұл 4 наубайхана бәсекелесудің орнына өзара келісіп алады. Ал келісіп алғаннан кейін олар бағаны да төмендетпейді, сапаны да жақсартпайды. Егер сіз неге десеңіз, оның жауабы қарапайым. Егер де бәсеке болмаса, онда сапаны жақсартып, бағаны төмендетудің мағынасы неде? Оның бәрі болу үшін бәсекеде болу керек. Ал бәсеке болмаса, ондайда картель дейді, яғни келісіп алуды картель дейді. Осындай картельдерді көптеген елдерде заңды түрде тыйым салынған. Ал енді біз басқа жағдайды қарастырып көрейік. Яғни қалада біз 4 наубайхана бар екенін қарастырдық, ал енді 4 емес, тек бір ғана наубайхана бар деп елестетейік. Ол кезде баға да төмендемейді, сапа да жақсармайды. Керісінше, бір наубайхана ғана болса, баға көтеріледі және сапа төмендейді. Егер де сізде неге деген сұрақ туындаса, яғни неге баға көтеріліп, сапа неге нашарлау керек? Оның жауабы да қарапайым. Егер де
бүкіл қалада тек бір ғана наубайхана болса, онда адамдар басқа қай жерден барып нан сатып алады? Оларда амал жоқ, оларда таңдау жоқ. Және де соны түсініп тұрған наубайхана нанның бағасын көтеріп, сапасын не өзгертпейді, немесе керісінше нашарлатады, шығындарды азайту үшін. Осындай үдерісті нарықта монополия деп атайды. Яғни осындай наубайханалар монополистер болып саналады. Осының бәрін тыңдағаннан кейін сізде тағы да бір сұрақ пайда болған шығар. Және де ол сұрақ, бұның бәрін қарапайым адам үшін білу не үшін маңызды? Экономиканы білу әрине сізде бірден бай қылып жібермейді. Бірақ ол дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Ақшаңызды жоспарлауға, жинақ жасауға, несие алар алдында тәуекелді бағалауға, жалған уәделер мен әдемі ұрандардың артында не тұрғанын түсінуге. Ең бастысы, экономика сыни ойлауға үйретеді. Экономика бұл себеп пен салдарды түсінуге көмектесетін ғылым. Алдыңғы бейнелерде біз басқа да экономикалық сұрақтарды талдайтын боламыз. Ал егер де сіз эксклюзивті контент қарағыңыз келсе, онда мен жеке телеграм каналыма жазылыңыз. Ондағы бір айлық жазылым небәрі 150 теңге тұрады. Егер де жазылыңыз келсе, онда закрепленный комментарийден немесе видеоның описаниясынан телеграм ботқа өтіңіз. Сау болыңыз.